Визуализация деп аталатын техниканы барлығы біледі. Сол визуализацияны жасау харам ба, харам емес па? Дәл осы видеода мен соған түсініктеме беретін боламын. Мені лайк, комментарий түрінде, подписка жасау түрінде қолдаңыздар. Ал менің есімім Айнара Байжан. Мен нейропрактик, нейрокоучпын, яғни адамның миының мүмкіндіктерін барынша өміріне оң жағынан пайдалану туралы ақпараттармен бөлісетін экспертпін. Енді визуализация туралы айтатын болсақ, визуализация біздің миымызға өте күшті әсер етеді. Және визуализация харам емес. Біздің асыл дініміз, ислам діні, визуализацияны жоққа шығармайды. Бақара сүресінде былай деп айтады: ғайыпқа иман келтіргендер. Яғни біз жәннатты әлі көрмесек те, ол жақты керемет қылып елестетеміз. Өйткені Құрандағы сипатын білеміз. Бақтар, өзендер, тамылжыған тәтті жемістер, сүттен балдан өзендер, бітпейтін нығметтің барлығы сол жәннатта деп суреттейді. Амал әрекеттің бәрі осы өмірде жасалу керек. Осы өмірде ғайыпқа иман келтіру керек. Иман келтіру деген, яғни сену қиялдаудан басталады. Ислам қиялдауды жалған ішіндегі шындық дейді. Әлі болмаған нәрсеге сену қиялдауды нәпақа дейді. Рум сүресінде неге сенсең соған Алла өзі жәрдем береді делінген. Сіз неге сеніп жүрсіз, соның болуына Алла тағала өзі көмектеседі. Арманға сенсек, қиялдасақ, біз сол арманымызға нәпақа береміз. Исламтанушы ғалым Ибрахим Фахи күніне 15 минут қиялдауды ұсынған. Күн сайын қиялдап өзіңе нәпақа беріп тұруың керек. Қиялдау деген ойлану, ойлану деген миды қозғалту, ойлану бұл Аллаға құлшылық. Қиялдап болған соң екі алақанды жайып, Аллаға мақтау айтып, қиялдап арманның қайырлысын көркем түрде жеңіл жолмен келуін сұрау керек. Осы жерде техника айтқым келеді сіздерге: қиялдау арқылы көлік алу. Шектеу қоймай, қандай көлік алатыныңызды анық білу. Зикр ма зикр, ланд-крузер ма ланд-крузер. Сосын тест-драйвқа жазылу. Ол үшін көлік орталығына бару керек. Миға көлік алу туралы программа жазылу үшін визуализация мен вербализация керек. Көлікке отырып сезіну, иісін, рөлін, өзіңді сол көліктің қожайыны сияқты сезіну. Тағы да бұл жерде тән арқылы сезіну дегенді айтып жатырмын. Кнопкаларын басып, сол көлікті басқарып келе жатқандай әсер алу. Алатын көлік туралы ақпарат жазылған қағазды шығарып алып, үйге жиі көрінетін жерге жабыстырып қою. Күн сайын ол ақпаратты көрген сайын сіздің миға программа плотно жатады. Көлік алу керек деген. Ми біздің бастық емес, ми біздің қызметшіміз, Алланың ең үлкен нығметі. Қызметкерге бұйрық беруге біздің құқымыз бар. Түйсікке бұйрықты анық беру керек. Сол үшін қандай көлік, қай жылғы, түсі, иісі, қандай болатын бәрін бұйырып түп санаға көрсету керек. Әйтпесе ол білмейді. Нәтижесін Аллаға тапсырамыз. Ниет әрқашан позитивті әрі экологичны, ешкімге зиянсыз болу керек. Сондықтан да егер сіз көлікті армандайтын болсаңыз, міндетті түрде тест-драйвқа жазылыңыз. Тест-драйвқа барғаннан кейін тек ұстап көру емес, 5 сезім мүшелерін қосу арқылы сол көлік ұшы өзіңіздікі сияқты сезіне отыру керек. Осындай вербализация, осындай визуализация міндетті түрде жұмыс дейді. Сіздерге сәттілік тілеймін. Осы әдісті пайдаланып, көліктеріңіз жоқ болса, күшті көлік алуларыңызды тілеймін. Ал менің осы YouTube каналыма лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.